Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, Казак Дрим канал. Сіздер бүгінгі видеода өте әдемі және де болашақта салынатын және қазіргі кезде құрылысы басталған ғимараттар туралы білетін боласыздар. Әр видеом өте көптеген уақыт пен көптеген еңбекті талап ететін болғандықтан менің еңбегімді бағалау ретінде маған жай ғана лайк басып, қолдау ретінде комментарий жазып, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Қазақстандағы ең үлкен құрылыстардың бірі ол әрине жаңа мешіт. Бұл жаңа мешіт Орта Азиядағы ең үлкен мешіттердің бірі болмақ. Бұл 2019 жылы 18 наурыз күні елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі осы жобаны қолдаған болатын. Жалпы мешітке келетін болсақ, мешітке 30.000 адам сияды. Бұл деп отқанымыз Орта Азиядағы ең үлкен мешіт. Оның жалпы аумағы 9,4 гектарды құрайды. Ал жалпы ғимараттың аумағына келетін болсақ, 57.000 шаршы метрді құрайды. Видеода көріп отқандарыңыздай мешіттің мұнарасының биіктігі 130 метрге, ал күмбездің биіктігі 88,12 метрге тең. Бұл мешіттің ерекшелігі ерлерге арналған бөлмелердің саны 15.000-ға дейінгі адамдарды қабылдай алады. Әйел адамдары үшін мұнда ғибадат ететін бөлме 3.000 адамға дейін қабылдай алады. Бұл мешіттің аумағына тағы 12.000 адам сыйып кетеді. Қазіргі кездегі ең үлкен мешіт ол әрине Нұр-Сұлтан қаласындағы Хазірет Сұлтан мешіті. Ол 10.000-ға жуық адамды қабылдай алады. Оның жалпы аумағы 11 гектарға тең, ал жалпы ғимаратының ауданы 17.700 шаршы метрді құрайды. Бұл мешіттің орналасқан аймағы Мәңгілік ел мен Қабанбай көшелерінің ортасында Экспо аймағында орналасқан, және мұндағы мұнарадан Нұр әлем сферасы мен Абу-Даби плаза көрінеді. Бұл жаңадан бастап салынып жатқан мешіттің жалпы аумағы қазіргі кездегі Қазақстандағы ең үлкен мешіт Хазірет Сұлтан мешітінен 3 есеге үлкен мешіт, және де бұл Орта Азиядағы ең үлкен мешіттердің қатарына кіреді. Осындай ірі ауқымды жобаны салып жатқан өзіміздің бауырлас ел Түркия елінің компаниясы болып табылады. Қазіргі таңдағы ең ірі жобалардың бірі ол әрине World Trade Center, яғни дүниежүзілік сауда орталығы. Мұның жалпы орналасу аймағы Экспо аймағында орналасады. Бұл жобаның жалпы алатын аумағы 2 гектар, яғни 20.000 метр квадратқа тең. Жалпы осы жобаға $200 миллион құйылады. Жалпы бұл ғимараттың биіктігі 150 метрге тең деп жоспарланып отыр. Қазіргі таңда бұндай орталықтар тек қана Нью-Йоркта, Амстердамда, Токио және Сеул мен және Дубай қалаларында орналасқан. Бұл деп отқанымыз бұл жаһандық сауда және инвесторларды алға жылжытатын халықаралық саяси емес ұйым болып есептеледі. Бұл дүниежүзілік сауда орталығы бір желі байланысы болып есептеледі. Олар қазіргі таңда дәстүрлі түрде Eni, Lukoil, Panasonic, JP Morgan және Bank of New York және де басқа да кеңселерді осында орналастыру жоспары бар. Жалпы бұл жоба Қазақстанның астанасы елордасы Нұр-Сұлтан қаласында жүзеге асырылатын болады. Қазіргі кезде өте ірі ауқымды жобалардың көбісі іске асырылып жатыр. Солардың бірі Абу-Даби плазасы. Қазіргі таңда бұл елордамыз Астана, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Оның жалпы бітуі 2021 жылы бітіп тапсырылатын болады. Оның қазіргі кезде төменгі бөліктері ғана ашылып, халыққа пайдалануға берілген болатын. Сонымен қатар ең ірі ауқымды жобалардың бірі BI Group компаниясының жоспарында бар башня солнца, яғни күн мұнарасын тұрғызу. Бұл нидерландық дизайнерлердің көмегімен қолдау тапқан және де еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласында тұрғызылады деген ақпарат бар. Қазіргі таңда бұл құрылыс туралы ешқандай мәлімет жоқ болғандықтан құрылыстың қашан басталатындығы туралы мүлдем мәліметтер айтылмады. Қазіргі таңда бұл ғимараттың биіктігі 121 метр деп жоспарланып отыр. Жалпы алатын аумағы 75.000 метр квадрат. Қазіргі таңда Қазақстанда өте үлкен жобалардың бірі болып отқан Абылайхан монументі, алайда бұл жоба әлі күнге дейін бастау алған жоқ, және де мұның өте көптеген қаржы талап ететін болғандықтан қазіргі таңда тек қана жоба түрінде тұр. Жалпы Абылайхан монументі туралы қысқаша мәліметтердің бірі ол әрине Алматы қаласында орналасады деген дерек бар, және сонымен қатар оның Абылайханның қылышына лифт орналастырмақшы. Абылайхан монументі Моңғолиядағы Шыңғыс ханның ескерткіші секілді болмақ. Алайда қазіргі таңда осы жобаға 10 миллион теңге керек екендігі туралы айтты, және де осы жоба 10 жылда өзінің 10 миллион теңгесін қайтарып беретіндігі туралы айтқан болатын. Осылайша видео өз соңына жетті. Сіздер бұл видеода болашақта салынатын және де құрылысы басталған ең ірі ауқымды жобалармен таныстыңыздар деп ойлаймын. Менің осы жылға дейінгі мақсаттарымның бірі арнамдағы көрермендердің санын 10.000-ға дейін жеткізу. Сол себептен менің YouTube арнама тіркеліп, маған қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Қош, сау болыңыздар.